Әй, қойыңдар. Бұл сөздің аузынан қалай шыққанын аңдамаған жігіт атаған тағамдарды түгеспегенмен Шалабай мен әйеліне ортақтасқан есіне салып бей-жай қалды. Дұрыс таныдыңдар десе де жанынан жарақат тауып, аузына ине сұғып алғандай шым-шымдаған сыздау бар. Жүрегінің түбінен құрдасына деген өкпесі кілкілдей көтеріліп, әрең дегенде өзін тежеді. Мәссаған, колбасасын ес, тек тұрмай Есенге соқтықты. Сенің тісің неге қира-қира? Аңқиған Есен әкесінен аумаған еріндерін лезде сылп еткізіп, жинасымен сыртынан алақанымен баса қойды. Папасына ұқсаған ғой дейді, тетелесіне арашаға келген Аман мұның не кінәсі бар дегендей ақтап. Бірақ папам тіс салдырып алды. Неден екенін білетіндеріне күмәнді Қасымжан тым-тырыс отырғанша сөз суыртпақтаған. Темірден бе? Жоқ, алтыннан. Сақинасынан 4 тіс шығады екен. Доғдыр өтірік алдап, үшеуін ақ жасаған. Қазір жақсы. Несі жақсы? Тісі жақсы да күлгенде жылтырайды. Ертелі аядай ғана ас үйде киімде шешпестен тікесінен тұрған бұл кішкене қожайындары тыпырлата ертіп төр бөлмеге өтті. 4 қабырғаның байырғы тұрғындары әтір сіңген ауа мен көз алдында ойнақшыған сәнді жиһаздар шығар. Әйтеуір жан баласы бас сұқпағандай адам иісі сезілмейді. Қасымжан аяқ суытпаққа көгілдір пүлішті төгілдіре жапқан жұмсақ диванға тәуекел деп былқ еткен. Ізіндегі үшеу ұялас балапандардай ауыздарын ашып жан-жақтан жамырады. Кірлетесіз. Келгесін мамам ұрсады, бұл тек қонақтарға. Ендеше мен де қонақпын. Я деген қонақтың подаркасы болады. Көрсетші кәні. Мен подаркасы жоқ қонақпын. Жұрт баласы маңдайындағы қыршып алар. Шынымен шамданған Қасымжанда қасарса түсті. Сен онда папамның ауылынан шығарсың, олар сөйтеді. Ойпырмай, мыналар пойызға жеткенше саутамдығымды қалдырмас, ашқұлақтан тынышқұлақ айтқандары болсын. Керенеу көтеріліп, қасындағы столға қайта барып жайғасты. Тәжікелеспелік деген достық ниетпен жайма шуақ әңгімеге көшті. Мына арада ішінде неше түрлі түсті балықтар ойнаған әдемі аквариумдерің бар еді-ау. Папам тексеріп жатқан кісілер кеткесін қайта әкелемін деп конторына апарып қойды. Кішкентай Есен осын айтқанда сыңар аяқтап тұрып оң жақ табанын қасып алды. Ол түгілі телевизорда сонда, үкіметтікі ғой, тексергесін қайтадан гүл де жоқ деп шағынды. Әңгімені бастан аяқ түсінген ең кішкене Тұрсын. Әдемі еді-ау, әдемі. Папаларың қашан келеді? Бұл шыдамы таусылғаннан сағатына қарағыштаған. Қонаққа шақырған үй осы маңда ма? Ол папамнан айлық алатын кісі емес пе? Белгісіз себеппен ашуланған Аман қабағын түйіп, ұртын томпайтуы мұң екен. Қалған екеуі қаздай тізіліп соның артына тұра қалысты. Үлкенінің қос қолтығынан көздері жылтың-жылтың. Шақырылмаған беймаза қонаққа наразылықтары. Қасымжанға қай жылдары қойлы ауылдың төрінде асыр салып күнде кешкілік ақ қабақтардың басын қуалай алыстан қара шалынар ма деп зыр жүгірген бала күндері елестегенде күрсініп қалды. Жоқ іздеген жолаушының да арсалаңдап алдынан шығушы еді. Келген кісінің қолын қимылдатпастан ат шілдерлеп жіберетін де өзі. Түн ортасы ауғанша көлденең көк аттының әңгімесін тыңдап қилы-қилы қиялдарға шоматын. Кіммен дидарласса да таң атқанда қимай қоштасушы еді. Мына балалар. Айлық беретін папаларыңда ақша көп пе? Қасымжан осы сауалды қойған өз екендігіне күмәнданды. Даусы да қатқылма. Жоқ, күнде мамам нансаң нан алатын ақша жоқ дейді. Кішкене достарым. Бұны да пендешілік ой биледі ме, әлде шынымен адалынан сөйлегенді дұрыс санады ма, ашығына көшті. Ақша столдың үстінде, аяқтың астында шашылып жатпайды. Ол костюмның төс қалтасындағы сақтиянда не блокноттың ішінде қаттаулы болады. Үшеуі де қайдан білет дегендей бір-біріне қарап таңданып қалыпты. Тек Аман ғана оңайлықпен берсер емес. Ол жұмысшыларға тарататын ақша ғой, сіз не бәрін айтып? Аманның жағдайын енді түсінген Қасымжан өзінің шама шеңберден шығып кеткенін кеште оғып кетуге ыңғайланған. Шай ішсеңіз шекер анау шкафтың ішінде, майды білмеймін. Ортаншысы адам қарасын қимай тұрса керек. Бұл сөзге ақ сіреу әлем ішінен жып-жылы сәуле көргендей әсерленген Қасымжан үстіндегі ауыр жүктің жартысынан құтылған жанша деді.
жүктің қалған бөлігі жүрегінің түбінен төмен тұтқырта тартқандай жай басып көшеге беттеген. «Шындық деген осы», деді аялдамада жан дүниесі шым-шымдай күйзеліп. «Осы шындық. Тіпті оған қаспен көзден, күн мен түннен жақын жалғандығың әкелі балаша аймаласып қалыпты ғой шіркін. Өзімнен тараған ұрпақ ертеңгі күні бетіме басып ұялтар ұрлығым көп пе өмірде? Қалайша? Мүмкін бар шығар. Әй қайдам, әйтеуір көкіректе жаман ниет жоқ еді ғой. Кім біліпті? Пендеміз ғой. Жолаушы емес пе? Вокзалға жетпей-ақ барар жердің қонақ үйінен орын болса жарар еді деген тілек тізгінін қалай ұстағанын білмейді. Бұрын қонаққа баруға менсінген қатарынан айбынушы еді. Енді әр оттың басынан әке-шешесінің сырына қанық бүгінгідей балалар кездесуі мүмкін. Төгілген кекіл не желбіреген тұлымшақ, үлбіреп тұрған тазалық. Ал олардың көзіне тура қарау үшін жігерден басқа жетіспес қаншама кем-кетігі бар. Қаншама. Сонан қаймыға денді.